Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері, халық қаһарманы. Ол 1946 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Бала кезінен ұшқыш болуды армандап, кейін кәсіби әскери ұшқыш атанды. 1991 жылы 2 қазанда Союз транспортный модуль 13 ғарыш кемесіне ғарышқа ұшты. Ғарышта ғылыми тәжірибелер жүргізіп, жерді бақылау жұмыстарына қатысты. Бұл оқиға Қазақстан тарихына ерекше орын алады. Тоқтар Әубәкіровтің ерлігі мен еңбегі ел жастарына үлгі болып, Қазақстанның ғылымы мен ғарыш саласының дамуына зор үлес қосты. Талғат Бегелдинов қазақтың атақты ұшқышы. Ол 1922 жылы Ақмола қаласында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысы жылдары әскери ұшқыш болып көптеген әуе шайқастарына қатысып ерлік көрсетті. Жауға қарсы жүздеген әскери тапсырманы орындады.